Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 78-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Жазғы түрім: ой, балалар, жылы-жылы жел соқты, жылғалардан су ақты. Қаңқыл-қаңқыл қаз кепті, жер қарайды, жаз кепті. Желкілдейді көк майса, жеңілдейді мал жайса. Ауыл көшті қыстаудан, әне, апамдар қой сауған. Ілияс Жансүгіровтің өлеңі. Бұл жерде көк майса сөзінің мағынасы жасыл, шалғынды, шөбі мол жерді біз көк майса деп айтамыз. Келесі астындағы тапсырмаға көшейік. Тапсырма: көктемде айнала қандай күйде болады? Көктемде табиғат қысқы ұйқысынан оянып, жанданады. Көктемде күн жылынып, қар ери бастайды. Ағаштар бүршік жарып, жердің беті жасыл кілемге оранады. Жылы жақтан құстар қайтады. Жануарлар қысқы ұйқысынан оянады. Адамдар жеңіл киінеді. Екінші сұрақ: бұл мәтін әңгіме ме, әлде өлең бе? Бұл мәтін бізде өлең. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Заттың қимылын білдіретін сөздердің астын сыз. Мамыр айында құстар балапан шығарады. Бұл кезде 1-2 күнге созылатын суық болады. Бұл жерде заттың қимылын білдіретін сөздер шығарады, болады. Балапан не істейді? Балапан шығарады. Суық болады. Суық не істейді? Болады. Үшінші жаттығу: сурет бойынша осы мереке туралы айт. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі. 1 мамыр күні Қазақстанда халықтар бірлігі мерекесі тойланады. Бұл суретте де әртүрлі ұлттың адамдары қол ұстасып, бірге көңілді мерекелеп жатыр. Бұл біздің еліміздің татулығы, бірлігінің белгісі. Жарайсыңдар, сау болыңдар балалар. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңдер.